Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін біз оқушыларды, балаларды, әсіресе кішкентай жастағы балаларды қалай кітап оқуға баулитындығымыз жөнінде айтатын боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ең біріншіден біз түрлі кітаптар сатып алып беруіміз қажет. 2 жастан асқан балалар түрлі түстерге қызыға бастайды. Сол себепті де оларды біз мән беріп, телефонға көп қаратпай, түрлі телефондағы мультиктерді көрсеткенше кітап алып беруге тырысайық. Екінші ереже, баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле дейді. Сол себепті де баланың көзінше кітап оқыңыздар. Сол кезде ол балада шабыт ашылады. Үшіншіден, сіздер балаларға жанында отырып, сол баланың тілінде сөйлеп, солармен бірге кітап оқуға тырысыңыздар. Сол кезде балалар сізбен бірге кітап оқиды. Және де түрлі ойын-сауықтық ортаға апара бермей, кітапханаға әкеліп, балаларға кітап оқуды үйретіңіздер. Құрметті ата-аналар, кітап оқитын балалар әрқашанда білім биігінен көрініп, шыңдарды бағындыра алады. Барлығы сіздердің, біздің қолымызда.